Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте нәзік панкейктер дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға айранды құйып, оның үстіне сүтті және де қантты салып біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң сұйық майды құйып, жұмыртқаны шағамыз. Үстіне разрыхлитель мен ұнды салып біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің қамырдың қоюлығы видеодағыдай болуы қажет. Одан соң сары майымызды біздің ертіп алып, қамырдың үстіне құйып, біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Сонымен біздің қамыр осындай болуы қажет. Одан соң жай отта қызып тұрған табаға біздің панкейктерді құямыз. Біздің панкейктер табада тұрып, одан соң үстіне видеодағыдай етіп көпіршіктер шығып, сол жарылуы қажет. Содан соң оны біз вилкамен немесе пышақпен аударып саламыз. Сонымен біздің өте нәзік панкейктер дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын!